Жаздың ыстық күндерінде кафе ресторандардағыдай бағасы қымбат тұратын осындай керемет те мохитоны өзіңіз жасап көрсеңіз болады. Үй жағдайында дәл осылай бокалмен әдемі етіп ұсыну жолында көрсетемін. Ол үшін бізге кез келген сироп керек. Бокалды бірінші сиропқа, одан кейін қант қауынатып осылай әдемі етіп бокалымызды әсемдейміз. Сиропты бір алсаңыздар көпке дейін жетеді. Енді сіздер бұны мохитоны бірден үлкен ыдысқа, яғни графинге де дайындасаңыздар болады. Кез келген апельсин немесе лаймның 1-2 тілшесі керек. Оны салып кішкене езіп, үстінен мұз салып, қалауынша туралған құлпынайларды салсаңыз болады, және сиропымызды құйып, одан кейін газдалған сусынымызды құямыз. Мен сарыағаш құйдым. Спрайт құюға да болады, бірақ ол тіпті тәтті болып кетеді. Сол үшін сарыағаш құйсаңыздар да өте керемет ресторандікінен тіпті асып түсетін болады, және осылай жалбызбен, құлпынаймен әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Рецебін сақтап алып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.